Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Pinduoduo сайтынан алған жуынатын бөлмеге алған заттарға распаковка жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі обзор. Сіздерге кеңес ретінде Pinduoduo сайтынан осы заттың барлығын арзан алдым, бірақ Қазақстандағы келу бағасымен маған еселеніп қымбатқа шығып кетті. Яғни килограммына мен көп төлеп кеттім. Қазақстандағы бағасынан да сәл қымбатырақ шықты. Яғни мынау мусор салғанға ыдыс. Мына ыдыс мен көбінесе торговый центрларға барғанда уборныйда осындай ыдыстар тұратын еді. Қызыққан болатынмын және маған ұнады. Бұл бумага салғанға арналған ыдыс. Жинақы болып тұрады және де төбесіндегі тартпасы да бар. Оған керек заттарыңызды қосаңыздар болады, яғни мелочь заттарды. Сіздерге сілтемесі керек болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде сіздерге ответ беремін, яғни сілтемесін қалдырып кетем. Сіздер де дәл мен сияқты осылай ожидание реальность бірдей болу үшін Pinduoduo курсын тегін оқығыларыңыз келсе, менің YouTube каналымда сабақтардың барлығы OTIDO түсіндірілген. Сіздер бастан аяғына дейін сабақты до конца көріп түсініп алсаңыздар, ешқандай қателеспей, оригинал, качественный товарлы заказ бере аласыздар. Менің өзімнің сатып алған білімімді сіздерге тегін ұсынып тұрмын. Тегін берілген мүмкіндікті пайдаланыңыздар деп кеңес беремін. Баршаңызға сәлем достар. Менің жуынатын бөлмеге арнап алған заттарыма бүгін обзор. Дәл осы ящик дейді ғой. Бұл бумага салғанға арналған ыдыс. Осындай мына жерде тартып ала бересіздер. Мына жерде 3 орын бар екен. Екеуі мына жерде де 3 орын. Дальше осындай тартпасы бар. Осы жерге өздеріңіздің керек заттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Бұл бумага салғанға арналған осындай ыдыс. Келесі кезекте осындай кнопкамен ашылатын мусор салғанға арналған ыдыс. Ішіне пленка салып қойсаңыздар болады. Ваннаға арналған осындай 2 стойка. Мына жерге шампунь, болмаса басқа жуынатын нәрселеріңізді қойсаңыздар болады. Мына жерге мочалка, тағы да басқа. Өте керемет, жинақы болып тұрады. Мынау алдында мен алғанмын Pinduoduo сайтынан. Бас жуғанға арналған осындай мочалка. Шаштарыңызды қолмен тығып жуғанша осы удобно. Мен қазір осыны қолданамын, өте ыңғайлы. Бальзаммен жуғанда шаштарыңызды кәдімгідей тарап береді. Қолданып жатқаныма уже